Assalamu алейкум баршеге. Бүгін біз сіздерменен біргелікте 7 класс химия сабақлығына тиесілі болған металлардың суменен тәсірін біргелікте көріп шығамыз. Бұл лабораториялық тәжірибемізді баслаудан алдын, ең алдыменен техника қауіпсіздік қағидаларына әмел еткен халда, ең бірінші халатларымыздың алды ілдірілген болу керек, һәм кейіннен резиновый перчатка, қолымызға резиновый перчатка киіп аламыз. Перчаткамызды киіп алдық. Енді бізге қауіпсіздік көзәйнегі керек болады. Бұл лабораториялық жұмысымыз үшін кереклі болған реактив һәм приборлар солардан ібарат. Бізге керек болады эксикатор әдісі, һәмде су керек болады, һәмде тәжірибеміздің ең кереклі өнімі натрий металы болып есептелінеді. Һәмде тәжірибемізде натрий гидроксидінің ажыралып атырғанлығын білуіміз үшін фенолфталейн ертпесі керек болады. Һәмде металымызды алуымыз үшін техника қауіпсіздік қағидаларына әмел еткен халда пинцеттен пайдаланамыз. Бізге кереклі болған затларменен танысып алдық, енді лабораториялық жұмысымызды баслаймыз. Ыдысымызға кереклі мықтарда су салып аламыз. Суымызды құйып алдық. Енді бізге кереклі болған натрий металын азғанша бөлек кесіп алып, оны суға саламыз. Осы тәжірибеміз арқалы көріп тұрғаныңыздай, натрий металы суменен реакцияға кіріскенде жүдә тез реакцияға кіріседі, һәмде жану ямаса атылу жүз беруі мүмкін. Һәм реакция нәтижесінде натрий OH һәмде водород газы ажыралып шығады. Осы көріп тұрғаныңыздай, бүгінгі лабораториялық жұмысымыз арқалы, яғни металлардың суменен тәсірін біргелікте көріп шықтық. Бұнда натрий металы суменен жүдә актив болғанлығы есебінен суменен тез реакцияға кірісті, һәмде натрий гидроксиді, яғни сілті пайда етті. Бұны анықлау үшін, біздер сілті пайда болған анықлау үшін, ең алдыменен фенолфталейн ертпесін, осы ертпемізге тамызып көргенімізде, ертпеміз малина реңге өзгерді, һәм бұл реакция нәтижесінде натрий OH-тың пайда болғанын білдіреді. Құрметлі оқушылар, бүгін біз сіздерменен металлардың суменен тәсірін біргелікте көріп шықтық. Бұл лабораториялық жұмысымызды үй шараятында істеуге болмайды. Бұны болса лаборатория ханаларында арнаулы техника қауіпсіздік қағидаларына әмел еткен халда істеуді ұсыныс беремін. Соның менен лабораториялық жұмысымызды жұмақлаймыз. Ітібарларыңыз үшін рахмет. Хош, сау, саламат болың.